Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 9 наурыздағы бата тілектер. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, көркем сөйлеу мен ауызекі сөйлеуге тән ерекшеліктерге назар аударыңдар. Жұрт көктемгі егіске қамдана бастады. Көктем балта балғас қолына түспей, соқа саймандарын жөндеумен жүр. Әр үйдің алдында үлкен қара қазан асылып, наурыз көженің иісі шығады. Ырыс алды, кеңшілік басы, молшылық жолы осы наурыз көжеден басталатындай. Бұл күні еш әйел қазанына таршылық жасаған емес. Қайда барсаң да қатығы мол бидай көжеге қарық боласын. Ел жаңа жылын, жарқын кезеңін осылайша ашық пейіл, ақ жарқын көңілмен қарсы алады екен. Онсыз да қонақжай халқымыз әсіресе наурыз күні қабақ шытқан емес. Қай үйге болсын қаймықпай кіріп, қалаулы қонағындай төрінен орын аласын. Ел топ-тобымен қыдырыстап, дастархан үстінде ортақ тілектерін тоғыстырады. Аман-есен наурызға жеткізгеніңе шүкір. Алла көрер күніміз, еститін жырымыз бар екен де. Келесі наурызға да төрт көзіміз түгел жетейік десетін. Келген қонақтар наурыз көжені салт бойынша түгелдей тауысып шығу керек. Кейбір әзілқой әйелдер осындайда құрбы-құрдастарын аспен жазалауға тырысатын. Өзінің қалжыңдасып жүрген адамына наурыз көжені үлкен шараға құйып әкеледі. Әлгі құрдасы азаптанып отырып шарадағы көжені әрең таусар еді. Өзгелері күлкіге қарық болатын. Оның үстіне дастархан иесі құрбысына тілек айтқан болып әзілдейді. Іше ғой көкжалым, іше ғой, тілегімнің зор екенін көрдің ғой. Өзгелерден артық деп, жөнің бөлек деп сыбағаңды асырып отырмын. Несібең алдыңдағы шарадағы дәннің санынан да артық болсын деп күледі. Ниетіңе рахмет айналайыным, бұл жақсылығыңды ұмытпаспын деп булыға міңгірлейді. Қасындағы кісілер одан сайын күлкіге мәз. Тезірек алсаңшы, суып қалады ғой, бағың суымасын десең наурыз көжені ыстықтай ішер болар деп қоймайды әйел. Жігіт көжені ұрттай береді. Ол осылайша көжемен арпалысып отырғанда өзгелері күлкілі әңгіме айтып, қызықты шежіре қозғап ән салатын. Салтанат алды басталғанын сезіп, бала-шаға шексіз қуанушы едік. Бауыржан Момышұлы. Көркем сөйлеуге тән ерекшеліктер. Ырыс алды, кеңшілік басы, молшылық жолы, ашық пейіл, ақ жарқын көңіл, қонақжай халқымыз, қабақ шытқан емес. Ауызекі сөйлеуге тән ерекшеліктер. Бидай көжеге қарық боласын, аман-есен наурызға жеткізгеніңе шүкір. Көрер күніміз, еститін жырымыз бар екен де. Іше ғой көкжалым, іше ғой, тағы басқа. Екінші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей әңгімеде кездесетін бата тілектерді теріп жазыңдар. Екінші деңгей мәтінге ат қойып жоспар құрыңдар. Үшінші деңгей қазіргі наурыз мейрамы туралы шағын мәтін жазыңдар. Бірінші деңгей келесі наурызға да төрт көзіміз түгел аман-есен жетейік. Несібең алдыңдағы шарадағы дәннің санынан да артық болсын. Екінші деңгей мәтінге тақырып наурыз көже. Жоспар, көктемгі егіске дайындық, наурыз көже, наурыздағы бата тілектер, әзілі жарасқан құрдастар. Үшінші деңгей наурыз мейрамы, наурыз жылбасы, қыстан аман-есен шыққан қазақ халқы бұл мерекені асыға күтеді. Үлкендер бір-бірімен жүздесіп бата тілектерін жаудырады. Жасөспірімдер көгалға шығып, асық атып, арқан тартып, алтыбақан теуіп ерекше қуанышқа кенеледі. Қыстан қалған сүреттен қатық қосып әзірленген наурыз көжеде мерекенің сәнін келтіреді. Қазақы нақыштағы ұлттық киімдер мерекенің көркіне көрік қосып тұрғандай болады. Үшінші тапсырма. Ғаламтор желісіне Мақатаевтың наурыз өлеңін Рымбаеваның орындауында тыңдап, әнімен үйреніп алыңдар. Төртінші тапсырма. Оқылым мәтіннен үстеулерді тауып, мағыналық түрлерін ажыратыңдар, синонимдік қатарларын түрлендіріңдер. Алдында мекен үстеу, маңында. Осылайша сын қимыл үстеуі былайша. Күні, мезгіл үстеу, бүгін. Қасындағы, мекен үстеу, жанындағы. Бірінші тапсырма. Достарыңды наурыз мерекесімен құттықтап, құттықтау хат жазыңдар. Құттықтау хат. Сәлем досым, сені ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Денің сау болсын, оқуда озат бол. Ата-анаңның сенімін ақтап, жақсы азамат болып жетілуіңе тілектеспін. Отбасыларыңа бақыт, шаттық тілеймін. Ізгі ниетпен досың Бекдәулет. Алтыншы тапсырма. Наурыз мерекесімен бірге жүретін нышандары, қадір түні, наурыз көже, наурыз төлі, наурыз көк, наурызша, наурыз шешек туралы мәліметтер қарастырып таныстырылым жасаңдар. Қыдыр түні, қасиетті түн, ораза айының соңғы 10 күндігінде өтеді. Бұл түні мұсылман баласы барынша көп құлшылық жасап, жаратушыға мінәжат етеді. Наурыз көже, ұлттық тағам.
келер жылға молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз тойында әрбір шаңырақта әзірленеді. Қазақ халқында 7 қасиеті саналғандықтан наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосады. Наурыз айында мал төлей бастайды. Олар наурыз төлі деп аталып, төл басы ретінде бағаланады. Малжанды қазақ оны ерекше күтіп бағады. Төл басы сатылмайды, сыйға да берілмейді. Наурыз көктем айында ұшып келетін көктем құсы. Қарасы шағын ғана. Осы құсты шығыс елі күтіп жүреді. Оны алғаш көргендер наурыз көгім келдің бе деп шақырады. Оны ешкім үркітпейді, киелі құс қатарына қосады. Наурызша наурыздағы қаратауы. Наурызша жыл басында жылылықтың белгісі. Наурыз айында ашық күндері ою-өрнек секілді жұп-жұқа қиыршық қар түседі. Қырбақ қарайған жерді жасыра алмай тез еріп кетеді. Наурыз шешек. Наурыз айында өсетін жапырақты түрлі гүлді қауашақты әсем өсімдік. Майының дәрілік қасиеті бар. Қазақстанның таулы аймақтарында оның бірнеше түрі өседі. Наурыз шешек қызыл кітапқа енген, сирек кездесетін бағалы өсімдік қатарына жатады. Малсыз қазақтың күні бар ма? Сол малын сақтау үшін қысқы аязда, ызғырық боранда бейнет шегіп, еңбек сіңіріп, малмен бірге жатып, бірге тұрып, бірге жүріп, бірге ығып, қыста қандай қысылса, жазда сондай жазылады. Шаруашыл, еңбекшіл қазақ қыстың өткеніне, жаздың жеткеніне қалайша өзгелерден артық қуанбасын. Жаздың басы жаңа күн, наурызды қалайша мейрам етпесін. Міржақып Дулатов. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.